Тамды ауданында ұлттық салт дәстүрді қаймағын бұзбай сақтап қалған қазақ ұлты өкілдері жасайды. Аудан халық тәлімі бөліміне қарасты жалпы білім беру мектептерінің баршасында тәлім қазақ тілінде алып барылады. Мектептерде болса оқушыларға тәлімменен қоса өнер сырларын үйретуге жағдай жасалған. Жуырда аудан орталығындағы 12-ші сан музыка және өнер мектебі Тамды ауданы халық тәлімі бөліміне қарасты мектептерде тәлімменен қоса өнер сырларын үйреніп жүрген бір топ өнерлі жастарды өзінде жинады. Науаи облыстық қазақ ұлттық мәдени орталығы, Өзбекстан жастар одағы Тамды аудандық кеңесі және Тамды ауданы халық тәлімі бөлімі бастамасы менен мектеп оқушылары ортасында өнерлі жастар ән күй байқауы болып өтті. Оған ауданның дерлік барлық мектептерінде тәлім алып жүрген дарынды оқушылар қатысты. Мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Қазіргі уақытта домбырамен шұғылданып жүрмін. Ұстазымыз Әбуова Нұрлайым апай домбырамен 3 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Бүгінгі байқауға дайындығымыз өте күшті. Байқау шарттары сәлемдесу, қор, оркестр және би, терме болады. Мен жүргізушімін және оркестр хорда да қатысамын. Үйірмеде 35 оқушы. Және осы уақытқа дейін біздер 4 немесе 5 күй үйрендік, 3 қор білеміз. Термелерді де үйреніп жатырмыз. Өткен жылы да бас жүлде алғанбыз. Осы жолда соны алу үшін жақсы дайындалып келдік. Байқау қатысушылары сәлемдесу, оркестр сүйемелдеуінде хор, қазақша күй, жеке орындауда терме және ұлттық би шарттары бойынша сайысқа түсті. Мектеп оқушыларының домбыра көмегінде орындаған ән жырлары, күйлері, ұлттық билері жиылғандардың көңілінен шықты. Бүгін мына Тамды ауданындағы 12-ші музыка және өнер мектебі ауданның өнерпаз жастардың өзінде қатысып отыр. Өйткені бүгін бұл жерде өнерлі жастардың ән күй байқауы өтуде. Аталған байқауға Тамды ауданындағы барлық жалпы орта мектептерінің оқушылары қатысып отыр. 4 түрлі, 5 түрлі шарт негізінде қатысып жатқан өнерлі жастар бір-бірінен көріп жатқанын сіздің арқадағы бейнелерде де көруіңіз мүмкін. Ұлттық киімдерде, ұлттық ән жырларды дайындап келген оқушы жастар өзара мектеп аралық сынға түсуде. Ең жақсы және ең мықты дайындалған мектептер жоғары белестерден көрінетініне сенім білдіреміз. Ардақты телекөрермен, менің жанымда Тамды ауданының Жырық ауылындағы орталықта орналасқан 13-ші орта тәлім мектебінің үкілі домбыра тобы. Осы уақытқа дейін біз 4-5 мектептің өнерін тамашаладық. Әзірге келіп бұл топ біздің жанымыздағы 13-ші мектептің тобы барлық шарттар бойынша сәлемдесуде де, хорда да, оркестр сүйемелдеуінде де, биде де ең жоғары бағаланып топ жарып тұрған топтардың бірі болып тұр. Қазір біз осы топты сұхбатқа тартамыз. Топтың жүргізушісі әрі жетекшісі болған Фариза қарындасымызды сұхбатқа тартамыз. Қош келіпсіңдер байқауға. Өздеріңнің тобың, мектебің жайлы қысқаша мәлімет беріп өтеміз.
Біз бүгін бұл Тәуелбай тәуелінде өткеріліп жатқан өнерлі жастар ән-күй байқауына Жырық елінің 13-ші мектебінен келіп тұрмыз. Бізге ең бірінші осы домбыраны үйретіп жатқан Қалбаев Мақсат ағайымыз бен Рабаев Ерлан ағайымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы Тәуелбай тәуелінде өткеріліп жатқан жарыстарға қатысқанымыздан, осы өнерлі жастар ән-күй байқауына қатысқанымыздан өте қуаныштымыз. Жырық ауылындағы 13-ші мектепте оқып жатқанымнан, осы ұлағатты ұстаздардың шәкірті болғанымнан мақтанамын. Республикаға да, облысқа да осы Тамды ауданының атынан жақсы өнер көрсету деген ниетіміз бар. Ән байқауына келген барлық өнерпаздарға өз алғысымызды білдіреміз және барлығына сәттілік тілейміз. Барлығы өнердің биік тұғырына шықсын. Өнерлі жастар ән-күй байқауына қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Және біздер бұл байқауда бірінші шарт бойынша күй бойынша атақты композитор Нұрғиса Тілендиевтің Әлқиса күйін өте жақсы орындадық. Ал екінші шарт қор бойынша жерлесіміз Елемес Серікбаевтың сөзіне жазылған Өзбекстан өз елім атты әнінде тарту еттік. Ал үшінші шарт биде болса біздің өнерлі қыздарымыз өте әдемі биледі. Терме шартында менің сыныптасым Абилов Қазбек Кенжемұратұлы Мақтымқұлының Боларсың атты термесін өте әдемі орындап берді. Біздің мектебіміздің жасы 50%-дан артығы осы домбыра баяндарды тартып біледі. Осы өнерді одан әрі жалғай береміз деген ниеттеміз. Мектеп қабырғасында оқушыларға тәлімменен қоса тәрбие және өнер сырларында үйрету бүгінгі оқытушы тәлімгерлердің басты мақсаты. Ең қуаныштысы оқушылар да ұлттық салт дәстүрге деген құрметін бала кезден көрсетуде. Біз бүгінгі байқауға бағымызды сынау үшін Керегетау ауылының 9-ші мектебінен келіп тұрмыз. Дайындығымыз мықты, қарсыластардан қалмаймыз деген үміттеміз. Осындай шараны ұйымдастырған Тамды ауданы, Өзбекстан жастар одағына және де халыққа білім беру бөліміне алғысымыз шексіз. Бүгінгі байқауға сәлемдесу, қор, оркестрде күй және де би дайындап келгенбіз. Ауданымызда дәстүрге айналған оқушы жастар аралығында өнерлі жастар ән-күй байқауы өтіп жатыр. Бұл байқауды өнер сүйер қауым, ұлтымыз өнерін бағалайтын әрбір оқушы, әрбір адам асыға күтеді. Дәл осындай оқушылардың өнерін шыңдайтын және қиялына қанат бітіретін игі шаралар жалғасын таба берсін деген тілектерді білдіргіміз келеді. Баянда ойнаймын. Менің ойнап жүргеніме 1,5 жылдай болды. Алдыңғы жылда байқауда баян ойнағанмын. Бүгінгі байқауға деген дайындығымыз өте мықты. Басқа мектептерден қалыспай жақсы орындарды иелеуге негізгі мақсатымыз бүгінде жүлделі орын алу. Өмір жайында ойлана қалсам, ессіз адамдай жылап күлемін. Өтмектей өмірге келіп, жалғаным жайлы көрімде көріп, басына жауған бақыттың қары. Күтеді-ау бір күн, күтеді-ау бір күн, күтеді-ау бір күн көңілге еріп. 9-ші мектептемін. Керегетау ауылы. Біз айда екеуміз бірінші рет байқауда қатысып тұрмыз. Бұяқта өнерлі оқушылар өте көп екен. Бірінен бірі озады. Бізді жүргізуші етіп дайындаған Раушан апайға және мына киімдерімізді тіккен Шалқар апайға үлесімізден рахмет айтамыз.
оқушы жастарымыздың өнерін тамашалауға келіп, міне үлкен тәсірмен қайтып бара жатырмыз. Оқушыларға айтатынымыз үлкен алғысымыз, мынау өнегелі дәстүріміз, қазақ дәстүрлері, ұлттық аспаптармен түрлі түсті мынау ән, би және термелер айтып, міне өз өнерлерін көрсетті. Өнерлері өрлей берсін. Әрқашанда осы аспанымыз ашық болып, Өзбекстанымыздың ашық аспан айдында осындай ойнап күліп, ойын күлкі болсын. Жастарымыз өрлей берсін. Осы ұйымды ұйымдастырған мынау барлық мектептерге, ұжым шараларын мынау қолдап отырған басшыларына үлкен алғысымызды айтамыз. Әрқашанда осындай өнерлі жастарымыз үлкейе берсін, көбейе берсін. Әрқашанда еліміз тыныш болып, осылардың куәгері болып жүре берейік. Өзіміздің мынау баяғы Балқы базар, жыраулар, Әлмақан ағаларымыздың шыққан текті жер бұл. Жаңа сахнада да өздеріңді куәгері болып отырсыздар. Серікбаев мынау ағамыздың өлең шумақтары және Жанбай Полат ағамыздың әндері де сахнада өте тамаша жырланып, әндетіліп жатыр. Бұларға да үлкен алғысымызды айтып, осындай жазушылар, ақындарымыз және де осындай өнерлі ұрпақтарымыз жалғаса берсін. Ауданында мектептер аралық өнер сайысы болып жатыр. Бұл биылғы жылы балдардың бәрі дайындыққа жақсы келген. Оның бер жағында өздерінің өнеріменен музыкалық мектебі болмаса да өздерінің талантыменен дайындалып келген көрініп тұр. Жақсы дайындалған, әлі келгенше өзі ұлттық өнерімізді дамытып ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан балдарымыз. Бұл балдарға біз шын көңілмен ризамыз. Барлық өнерін бұрынғы баяғы Балқы базардың, Тұрымбет жыраудың, бұрынғы осы Тамды өңірінде болған қанша ақын Өмірзақтың, солардың ізін жалғастырып келе жатқан осы ұрпақтарымыз солардың жырларын, термелерін, әндерін орындап келіп жатыр. Жақсы өте. Бұл ән күй байқау әр жылы дәстүрге айналып бара жатыр. Ауданымыздың
барлық мектептерінен келіп, жастар, мектеп оқушылары келіп, қатынасып өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Бұл ең әуелі біздің қазақ халқының салт дәстүрлеріне құрмет, және де ұлттық аспаптарымыз домбыраға деген бір қызығушылығын кеңейтіп, міне бүгінгі күнде ауданымызда домбыра тартатын жастарымыз саны көбеюде жылдан жылға. Бұл бірден бір осы байқаудың арқасы, мәдениет саласы және тәлім саласы да дамып жатқаны бізді қуантырып жатыр. Міне бүгінгі сайысымызда ұзақ сонау шөлді мекендерден, мектептерімізден оқушылар келіп қатынасып жатыр. Ол мектептерге біз ұжымына, мұғалімдеріне, оқушыларына алғысымызды айтамыз. Әрқашанда осы аудан орталығына келіп, ауданмен шектеліп қалмай, облыс және республикаға өзіміздің қазағымыздың мәдениетін танытуға, және де өздерінің тамды ауданын бар екенін білдіртіп сезіндіретін жастар алдағы уақытта көбейеді деген сенімдемін. Міне бүгінгі байқаудың өткен жылғы 2018 жылғы жүлдегері бұл Сөкітті ауыл жастары, яғни 7-ші мектеп оқушылары болатын. Қазір байқауымыз қызғын тәрізде өтіп жатыр. Енді бүгінгі байқауда кім жеңімпаз болатын біраздан кейін білетін боламыз. Байқау қорытындысына орай Әділ Қазы алқасы тарапынан жеңімпаздар анықталды. Жалпы есепте ауданның 7-ші мектебінің үкілі домбыра тобы бас жүлдені қанжығасына байлады. Бірінші орында 13-ші мектеп оқушылары иеледі, ал екінші орынға аудандағы 9-ші және 21-ші мектеп оқушылары лайық көрілген болса, ауданның 1-ші және 5-ші мектептері 3-ші орында иеледі. Және де Әділ Қазылар бірнеше номинация бойынша да жеңімпаздарды, яғни ең жақсыларды атап өтті. Жеңімпаздар диплом және естелік сыйлықтар менен марапатталды. Біз 7-ші мектеп оқушылары бас жүлде иегері болдық. Осы жердегі отырған бізді қолдап қуаттаған ата-аналарға және ұстаздарға үлкен алғыстарымызды айтамыз. Және бас жүлде алған бұдан кейін де биік белестерден көрінуге тырысамыз. Сол үшін барлығыңызға рахмет. Әрине, аталмыш байқауды өткізуден басты мақсат аудандағы өнерлі жастардың санын күн сайын арттыру, оларды қолдап қуаттап, облыстық және республикалық деңгейдегі сайыстарға қатысуын тәміндеу. Ұлттық салт дәстүрді насихаттайтын мұндай шаралар жиі өткізілуін тілеп қаламыз.